Бүкіл түркі халықтары рухани басшы деп санайтын Қожа Ахмет Яссауи ілімі мен сопылық жолы егіз ұғым. Яссауи сопылық ілімді түркілер арасында көркейтіп, осыдан 10 ғасыр бұрын түркі даласында мыңдаған шәкірт тәрбиелеп, ел-жұртты өркениет өзегіне жалғады. Кемел адам сомдауға талпынған Яссауи хикметтері көне түркілік дүниетанымды ислам қағидаларымен байытып, мүлде жаңа өркениетке жетеледі. Арыстан баптан құрмалған түркінің пірі Қожа Ахмет Яссауи түркі ислам өркениетін ұштастырып, көне түркілік мәдениетті Құран рухымен суғарып, хикмет ілімі арқылы жан бітірді. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі қысқа видеомызда большевиктердің қазақ даласындағы ислам мен Яссауи мәдениетін қалай жойғандығы туралы айтатын боламыз. мың 1917 жылы патша үкіметі құлағаннан кейін билікке большевиктер келді. Большевиктердің мақсаты құдайсыз қоғам құру еді. Осы кезеңнен бастап орыс ғалымдары түркі даласында мешіт медреселерді жойып, кітаптарды тартып алып, отқа жағып, архивтерге тыға бастады. Осылай түркі даласына тамыр жайған Яссауидің хикмет ілімін түп тамырымен жоюды мақсат еткен еді. Бірақ мешіт медреселерді қиратумен Яссауидің хикметін өшіре алмады. Тұтас бір ұлтқа геноцид жасап жойып жібермей, қазақтың дүниетанымына сіңген Яссауидің хикмет ілімінің шырағын сөндіру мүмкін емес екенін білді. Осылай қазақ даласында бірнеше жылға ату, жою, қамау ұйымдастырды. Қазақтың дүниетанымдағы әулиеге тіл тигізбеу, әруаққа Құран оқу, зиярат ету, шелпек пісіру, жұма бейсенбіде иіс шығару, бата қайыру, жаңа түскен келінге беташар жасау, келіннің сәлем салуы, адыраспанмен аластау, тағда басқа мән мағынасы трансцендентті әлеммен байланысып жататын ырым тыйымдар мен дәстүрлерді күнделікті тұрмыста тұтыну, осының бәрі қазақтың Яссауи мәдениетінің өкілі екенін көрсетіп тұрды. Десе де алаш жұртының дүниетанымдағы осындай мәдениетті түп тамырымен жою большевиктер үшін ауыр болды. Түркі әлемінің рухани көсемі Яссауидің атын өшіру үшін большевиктер түрлі қитұрқылыққа барды. Яссауиді қаралау үшін ақын жазушыларға тапсырма беріп отырды. Мәселен, орталық комитет 1937 жылы жазушы Асқар Тоқтағанбетовті Хазірет Сұлтан пьесасын жазуға мәжбүрледі. Бұл спектакль 1980 жылға дейін сахналарда қойылып келді. Пьесада Яссауиді терістеп, оның жолын халықта адастыратын қараңғы жол деп көрсетті. Совет билігі жазушы Мұхтар Әуезовті қинап, осы пьесаға пікір жаздырды. Жас жазушы амалсыз көнді. Бірақ Мұхтар Әуезовтің ар-ожданына ауыр дақ салған болу керек. Жазушы өмірінің соңында Түркістанға жиі барып, Яссауи кесенесіне зиярат етіп, киелі шаһарда бірнеше күн қалып, Яссауи рухымен іштей тілдескен болды. Бірақ сол заманда Қожа Ахмет Яссауидің абыройын қорғап, ғалым Құдайберген Жұбанов өзінің зерттеу еңбегінде былай деді: бір жазушы Хазірет Сұлтан деген пьеса жазып, онда Қожа Ахметті құзғындар тобының басшысы етіп көрсетпекші болған. Бұл Қожа Ахмет үшін әділ таным емес. Ол жалпы адам баласы үшін бақыт іздеген адам, деп жазды. Бірақ Құдайберген Жұбановты осы жазбасынан кейін НКВД тұтқындап, ату жазасына кесті. Исламның түркілік өрнегін қалыптастырған Қожа Ахмет Яссауи бүкіл болмысымен, тыныс тіршілігімен, сөз мәнерімен, тақуалығымен түркі жұртына мәдениеттің мәйегін қалдырды. Өкінішке орай Яссауи қалыптастырған түркі ислам мәдениетін тәуелсіздік алғаннан кейін де жаңғыртылмай келеміз. Себебі қазақ мәдениетіне сырттан келген, бөтен топырақтан тамыр жайған әртүрлі діни ағымдар арамшөп сияқты қаптап кетті. Ал мен бүкіл қазақ баласын Яссауи қалыптастырған қазақ мәдениетіндегі беташар, сәлем салу, иіс шығару, Құран оқу, зиярат ету, шелпек пісіру, бата қайыру, тағы да басқа дәстүрлерден жерімей, кейінгі ұрпақтың бойына құндылық құюға шақырар едім. Видеода айтылған ақпарат бұл бір ғана оқиға. Егер де большевиктердің құдайсыз қоғам құруы туралы толық ақпарат білгілеріңіз келсе, пікір қалдырып кетіңіздер.